Ақпанның 15-і кеңес әскерінің ауған жерінен шығарылғанына 33 жыл толады. Өзге елдің ішіндегі азаматтық соғысқа Қазақстаннан 22 мың сарбаз аттанған болатын. Олардың 1000 жарымы теріскейдің өрімдей жас жігіттер еді. Аман-есен отанға оралғандар ел үшін, жер үшін деп қызмет етті. Бүгін жастардың бойына патриоттық сезім ұялатып, мемлекеттің гүлдеуіне үлес қосқан бірқатар ардагер марапатталды. Жерлестерімізге облыс әкімінің құрмет грамотасы және алғыс хаттары табысталды. Кейін жиын барысында интернационал жауынгерлердің өзекті проблемалары туралы айтылды. Толғандыратын басты мәселе баспана жайы. Қазіргі таңда 59 аудан ардагері пәтер кезегінде тұр, алайда оның жылжуы көзге білінбейді. Сұрақтың шешілуін интернационал жауынгерлер ұзақ жылдар бойы сұрап келеді. Десе де әлі бір жақты етілер емес. Оны қала әкімінің орынбасары Асқар Хабибуллин былайша түсіндірді. На данный момент у нас категория афганцев выведена отдельный список. Сіздерге тек жалдамалы коммуналдық баспана бере аламыз. Бүгінде қалада жалпы саны 6 үй салынып жатыр. Содан 6 пәтер кезекте тұрған ауған ардагерлеріне қарастырылған. Заң жүзінде көрсетілетін көмек осы ғана. Қазір президенттің бұйрығымен әлеуметтік әлжуаз топ өкілдеріне жалдамалы пәтер құнының 50%-ын субсидиялау қарастырылып жатыр. Оған интернационал жауынгерлер кіре ме жоқ па белгісіз. Сұрақты елордадағы қоғамдық бірлестіктеріңізге жеткізу қажет.